Сәлем тауешкілер. Бұл ай ақпан айы тауешкілер үшін өмір салтын, тұрмыс жағдайын және қаржылық мүмкіндіктерді реттеуге арналған. Сіз бұрынғы әдеттеріңіз бен көзқарастарыңызды қайта қарастырып, өміріңізді жақсартудың жаңа жолдарын табасыз. Кәсіп пен карьераға ерекше көңіл бөлінбек, ал айдың соңына қарай жеке өмір мен отбасы мәселелері де басты назарға шығады. Айдың негізгі тақырыптары: бұл айдың бірінші жартысы маңызды келіссөздер, қаржылық табыстар, жұмыс пен тұрмыс жағдайын жақсарту кезеңі, ал айдың екінші жартысы отбасы, үй, жылжымайтын мүлік, жақындармен қарым-қатынас басты назарда болады. Бірінші ақпан Венера мен Нептунның қосылуы. Бұл күн жеке және іскерлік қарым-қатынастар үшін өте маңызды. Шығармашылық идеялар мен ішкі түйсік күшейеді. Сонымен қатар көлік немесе байланыс құралдарын жаңарту қажеттілігі туындауы мүмкін. Үшінші ақпанда Меркурий мен Юпитер планеталарының қолайлы аспектісі. Бұл қаржылық және жұмыспен байланысты мәселелер оң шешіледі осы уақытта. Бұл күні табыс артады, жалақы туралы келіссөздер жүргізу немесе пайдалы келісімдер жасау үшін өте сәтті уақыт. Төртінші ақпан Венераның тоқты белгісіне өтуі. Отбасы мен үйге қатысты сұрақтар қозғала бастайды. Үйді жөндеу, көшу немесе жақындарыңызбен қарым-қатынасты жақсарту маңызды болады. Отбасылық қарым-қатынасты реттеуге және өзіңізді жайлы сезінуге тырысыңыз. 9 ақпанда Марс пен Сатурнның үйлесімді аспектісі. Бұл кезде маңызды келіссөздер, ресми құжаттар, мәліметтер мен бизнеске қатысты шешімдер қабылдауға қолайлы күн. Жақындарыңызбен немесе әріптестеріңізбен маңызды әңгіме болуы мүмкін. Бұл жағдайды нақтылауға көмектеседі. 12 ақпанда Арыстан белгісінде полнолуние толық ай. Толық ай аяқталу мен айқындықтың кезеңі. Бұл күні құжаттар, салықтар, несиелер немесе басқа да қаржылық мәселелерді реттеуге болады. Сонымен қатар отбасылық бюджет, ортақ қаржы, ортақ ақша немесе мұрагерлікпен байланысты мәселелер шешімін табуы мүмкін. 14 ақпан Меркурийдің балықтар белгісіне өтуі. Бұл кезеңде ақпарат алмасу, құжаттармен жұмыс істеу, келісім шарттар жасау маңызды болады. Жаңа таныстықтар, іскерлік байланыстардың саны артуы мүмкін. 18 ақпан күннің балықтар белгісіне өтуі. Бұл сіздің байланыс пен қарым-қатынасты арттыруыңызға көмектеседі. Жаңа курстар, білім алу, кәсіби дағдыларды жетілдіру үшін тамаша кезең. 20-28 ақпан аралығы Марстың стационарлық күйі болады. Бұл уақыт күткен маңызды жаңалықтардың кешігуі немесе шешімдер қабылдаудағы белгісіздіктер кезеңі болуы мүмкін. Егер қандай да бір келісім немесе ірі жоспарларыңыз болса, асығыстық жасамаңыз. 28 ақпанда балықтар белгісінде жаңа ай, новолуние, айдың соңғы күні жаңа мүмкіндіктердің есігін ашады. Келісімдер, жаңа жобалар, кәсіпкерлік бастамалар үшін өте қолайлы кезең. Бұл жаңа идеяларды жүзеге асырудың тамаша уақыты. Тауешкілерге арналған айдың кеңестерін айтатын болсақ, қаржыңызды ақылмен басқарыңыз. Ақпанның басында табыс көздерін арттыруға көп мүмкіндіктер болады. Отбасы мен тұрмыс жағдайын жақсартыңыз. Айдың екінші жартысында осыған назар аударатын уақыт. Кәсіп пен карьераға мән беріңіз. Табыс арттырудың қазір жаңа жолдарын іздесеңіз табасыз. Маңызды әңгімелер өткізуге болады. 9 ақпан келіссөздер мен шешімдер қабылдауға өте қолайлы. Және ақпан айының соңында жаңа бастамаларды қолға алуға болады. 28 ақпандағы жаңа ай жаңа мүмкіндіктер есігін ашады. Қорытындылайтын болсақ, ақпан айы тауешкілер үшін өмірді қайта реттеу, қаржылық тұрақтылықты қалыптастыру және отбасы мен кәсіпті дамыту үшін маңызды кезең болады. Өз мүмкіндіктеріңізді дұрыс пайдаланыңыз
және әр шешімді саналы түрде қабылдаңыз. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Арнаға жазылып кетіңіз. Жақын арада наурыз айына арналған сіздің белгіге басқа да белгілер бойынша толық жұлдыз жорамал шығады.